Hello guys, ағылшын тілін нөлден бастап үйренудің 9-шы сабағы және бізде бүгінгі тақырып ол demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns дегеніміз сілтеу есімдіктері. Біз оны бір затқа, бір адамға, бір нәрсеге сілтеп, меңзеп көрсеткен кезде қолданамыз. Олардың түрлерін қарайық. This, мынау, жақын жердегі бір затқа айтылғанда қолданылады. Бір зат, бір нәрсе, бір адам. That, анау, алыс жақтағы бір зат, бір нәрсе, бір адамға айтылғанда қолданылады. This, мыналар, жақын жердегі екі немесе одан да көп заттарға айтылғанда қолданылады. Және де those, аналар, алыс жақтағы екі немесе одан да көп заттарға айтылғанда қолданылады. Қазір әрқайсысына мысал келтірейік. Біріншісі this, мынау, This is my book. Мынау менің кітабым. Жақын жердегі немесе қолымызда ұстап тұрған кезде бір затқа айтқанда қолданамыз. Тағы бір мысал. What's this? Мынау не? It's a mug. Бұл кружка. Okay, next one is that. Анау, алыс жақтағы бір зат, бір нәрсеге айтқанда қолданамыз. That is my brother's shirt. Анау менің ағамның рубашкасы. Тағы бір мысал. Is that your bag? Анау сенің сумкаң ба? Yes, it's my bag. Ол менің сумкам. Okay, next one is this, мыналар, яғни жақын жердегі екі немесе одан да көп заттар немесе адамдарға айтқанда қолданамыз. These are my new books. Мыналар менің жаңа кітаптарым. One more example is, are these your cats? Мыналар сенің мысықтарың ба? Yes, they are. Олар менің мысықтарым. Okay, and the last one is those, аналар. Алыс жақтағы екі немесе одан да көп заттар адамдарға айтылғанда қолданамыз. Those are my friends. Аналар менің достарым. Тағы бір мысал. What are those? Аналар нелер? They are board games. Олар үстел ойындары. Okay, guys, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болса, кішігірім практика жасап кетейік. Бірінші жаттығуда change the following sentences from singular to plural. Okay. Берілген sentences, яғни сөйлемдерді жекеше түрден көпше түрге ауыстыру керексіздер. Next one, екінші жаттығу. Correct the mistakes. Яғни мына жерде әрбір сөйлемде қате бар, сол қатені тауып, дұрыстап шығу керексіздер. Қазір видеоны пауза қойып осыны жасаңыздар, және содан кейін жауаптарын тексереміз. Okay, guys, істеп болды деген ойдамын. Жауаптарын тексерейік. Жауаптарын тексеріп алыңыздар. Сіздерде барлығы дұрыс болды деген ойдамын. Ал бізде осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.